Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода 2 сынып математика 3 бөлім оқулығындағы 70 сабақ бөлу тақырыбын талқылаймыз. Жалпы бөлу деген сөздің мағынасы қандай? Бөлу дегеніміз кез келген затты бөлшектеу, бөлу, яғни бөлшектерге теңдей бөлу деген сөзді білдіреді екен. Егер бөлу дегеніміз, мысалы, егер ол сусымалы зат болса, қант, ұн сияқты оларды бөліп салу теңдей. Егер ол сұйық зат болса, бөліп құю. Ал егер ол қатты зат болса, пышақ немесе басқа сияқты өткір заттардың көмегімен кесіп бөлшектеу. Міне бөлу дегеніміздің мағынасы осы екен. Ал математикада біз сандарды бөлеміз. Ендеше кеттік. Бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. 15 литр қымыз 3 ыдысқа теңдей бөлініп құйылды. Әр ыдыста неше литр қымыз болады? Қараңдар, мұнда үлкен ыдыста 15 литр қымыз бар екен. Соны біз алдымызға 3 ыдыс берілген, соған теңдей бөліп құюымыз керек. Қалай ойлайсыңдар, қанша литрдан болады әр ыдыста? Егер 15 литр қымызды 3 ыдысқа бөлсек, әр ыдыста 5 литрдан болады екен. Қане қарайық. Дұрыс, әр ыдыста 5 литрдан қымыз болады екен. Мына 5 литрді бір-біріне қосатын болсақ, осыдан 15 литр қымыз шығады екен. Кеттік. 15 литр қымыз әр ыдысқа 5 литрдан құйылды. Неше ыдыс қажет болды? Алдыңғы тапсырманы есімізге түсіреміз. Дұрыс айтасыңдар. Егер 15 литр қымызды 5 литрдан бөліп құйсақ, онда 3 ыдыс қажет болады. 3 ыдыс қажет болады. Ал енді мына астындағы 15 бөлу 5 тең 3 деген өрнекке назар аударыңдар. Бұл бөлу өрнегі осылай жазылады. 15-ті бөлеміз 5-ке тең 3-ке. Ереже. Сендер білесіңдер, кез келген жаңа тақырып өткенде оның өзінің ережесі болады. Бүгінгі бөлу тақырыбының ережесі міне былай. 15 бөлу 5 тең 3 деген жаңағы өрнек. Бұл жерде 15 бөлінгіш, яғни оны бөлінейін деп тұрған сан деп есте сақтауға болады. Бұл бөлінейін деп тұрған сан бөлінгіш. Ал мына 5 деген бөлу 5 дегеніміз, бұл мына 15-ті бөлейін деп тұрған сан, бөлгіш, бұл бөлейін деп тұр. Ал 3 деген осы екеуінен шыққан бөліндінің мәні. Бөлу таңбасы қос нүкте сияқты 2 нүктемен белгіленеді екен. Ережені әрқашан жаттап естеріңе сақтап алыңдар. Екінші тапсырмаға көңіл бөлейік. Кесте бойынша өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап. Сендер осы уақытқа дейін қосу және азайту амалына осындай кестелерді өрнек құрастырып үйрендіңдер. Енді бұл жерде дәл сол сияқты тек қана қосу және азайту амалының орнына көбейткіш және бөлу таңбаларын қоямыз. Міне қараңдар. Бірінші көбейту амалына берілген 9-ды 2-ке көбейтеміз 18, 7-ні 2-ке көбейтеміз 14, 10 мен 3-тің көбейтіндісі 30-ға тең. Енді тура сол сияқты бөлу. Керісінше 18-тің 9-ға бөліндісі 2-ге тең, 18-тің 6-ға бөліндісі 3-ке тең, 20-ның 4-ке бөліндісі 5-ке тең болады екен. Жақсы, келесі тапсырма. Үшінші тапсырма, бұл жерде есеп берілген. Есепті азайтудың көмегімен шығар дейді. Яғни бұл жерде қазір біз бөлу амалының қаншалықты маңызды екенін осы жерден байқаймыз. Мектептердің асханасына тарату үшін 50 жәшік алма сатып алынды. Егер әр мектепке 10 жәшік алмадан таратылса, онда неше мектеп алма алады? Қане, шығарылуына назар аударайық есептің. Қараңдар, алынды 50 жәшік. Дұрыс, е? Бұл жерде жалпы есеп алма туралы. Алынды 50 жәшік алма. Оның таратылды 10 жәшіктен. 10 жәшіктен деп жазылып тұр, қараңдар. Назар аударыңдар. 10 жәшіктен. 10 жәшік емес, 10 жәшіктен. Мектеп қанша мектеп алды? Яғни 10 жәшіктен қанша мектеп алды 50 жәшік алманы? Шешуі. 50 азайту 10 тең 40. Бұл бір мектеп алды. 50-ден бір 10 жәшігін алып кеттік. Ол бір мектеп алды. Енді бізде 40 жәшік қалды. 40 азайту 10 екінші мектеп алып кетті. Енді бізде 30 жәшік қалды. 30 азайту 10 үшінші мектеп алды. Енді бізде 20 жәшік қалды. Ол 20 жәшіктің 10 жәшігін тағы бір мектеп алып кетті. Бізде 4-ші мектеп. Соңғы қалған 10 жәшікті тағы бір мектеп алды. Сонда жалпы барлығы қанша мектеп алды? 5 мектеп алма алды екен.
Бұл жерде егерде біз бөлу амалын қолданатын болсақ, 50-ді 10-ға бөле салсақ, 5 деген мектептің саны шыға салатын еді. Көрдіңдер ме? Бөлу амалы бізге кішкене есептеуді жеңілдетеді екен. Тағы сол сияқты бір есеп шығарып көрейік. Мектеп асханасына тамақтану үшін 33 оқушы келді. Егер әр үстелге 11 оқушыдан отыратын болса, онда неше үстел қажет болады? Ал ойластырайық, 33 оқушы келген екен. 11-11-ден бөлініп отырғысы келіп тұр. Бірінші шығарылуына қарайық. Келді 33 оқушы, әр үстелде 11 оқушыдан үстел саны қанша? Шешуі 33-тен бірінші 11 оқушыны алып аламыз, бір столға жайғастырамыз. Енді бізде 22 оқушы қалды. 22-нің 11 оқушысын алып екінші үстелге жайғастырамыз. Енді қалған 11 оқушыны біз үшінші үстелге жайғастырамыз. Егер де біз бөлу амалын бұл жерде қолданатын болсақ, 33-ті 11-ге бөлсек, 3 деп біз бірден шығара салатын едік. Жақсы, 4-ші тапсырмаға қараймыз. Сурет бойынша бөлу арқылы орындалатын есеп құрастыр дейді. Мысалы, мына жерге қандай есеп құрастыруға болады? Қане қарайық. Мысалы, Әсел дейік, немесе Айгүл дейік, немесе Айгерім дейік. Кез келген адамды айтуға болады, немесе Анаңды алуға болады. Мысалы, Әсел 16 тоқаш пісірді. Мысалы, мына қоңыр суреттегі қоңыр заттарды тоқаш деп алайық. Мысалы, Әсел 16 тоқаш пісірді. Ол 16 тоқашын 4 қорапқа бөліп салды. Әр қорапта қанша тоқаштан болды? Мысалы, шешуі 16-ны бөлеміз 4-ге, тең 4 тоқаштан, яғни жауабы әр қорапта 4 тоқаштан болды. Ал енді бұл соңғы тапсырма. Соңғы тапсырманы бұны сендерге өздерің орындап комментарийға жазуға ұсыныс беремін. Бірде фигуралардың орнын бір-бірімен ойша ауыстырып қой, шыққан сөзді оқы дейді. Мен сендерге бұл жерде бір көмек ретінде бір көмегімді ұсынып өтемін. Қазір видеоға мұқият қарасаңдар, қай фигуралардың орнын ауыстыру керек екенін өздерің байқайсыңдар. Жақсы балалар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңдар. Келесі видеода кездескенше сау болыңдар.